Сәлем достар, 12-ші бөлім, 9-шы есеп, сандар тізбегіне келген есептер. Бүгін біз 12-де 1-ді шығарамыз. Бізде есептің шарты біріншісі 4-ке бөлгенде қалдығы 2 болатын. Натурал сандардан тұратын өспелі сан тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жазыңдар дейді. Яғни бірінші формуласын жазу керекпіз. Біз AN деп айтамыз. Формуласын 4-ке бөлгенде деген үшін біз кері формуланы қалай аламыз? Оны 4-ке көбейтеміз дейміз. 4N деп аламыз. Дұрыс қой. 4N бөлгенде қалдығы 2 қалады дейді. Яғни 2 қалады дегенді плюс 2 деп жазамыз. Мына бізде формула осындай болады. Енді мысалға қарайтын болсақ, бізде өспелі сан тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жаз деп тұр ғой. Яғни біз бірінші мүшесін табу үшін А1-ді табамыз. А1-ді табу үшін біз не істейміз? Мына 1-ді алып, мына n-нің орнына қоямыз. Сонда 4 көбейтемін 1 десем, плюс 2 десем, ол қандай сан болады? 4-те 1-ге көбейтсем 4, оған 2-ні қоссам 6 болады. Яғни дұрыс қой, 6-ны 1-ге бөлетін болсам, менде 2 қалдық қалады. Бізде мына формуламыз дұрыс орындалып тұр, түсініп тұрсыздар ғой. Яғни бөлгенде деген сөздің формуласын табу үшін біз оны керісінше көбейтіп жібереміз, 4n деп жазып жібереміз. Енді біз келесі 5 санды табу керекпіз, сондықтан келесі А2-ні табайық. А2 дәл солай 4 көбейтемін деймін де, мына n-нің орнына енді 2-ні қоямын. 2 плюс 2 деймін, сонда 4-те 2 өтем 8, 8-ге 2 қоссам 10. Келесі А3-ті табамыз, тең болады 4 көбейтілген 3 дейміз, плюс 2, сонда 12-ні 2-ге қосамын 14. А4 дейміз, 4 көбейтемін 4, плюс 2, мына жерде 16, 16-ға 2-ні қоссам 18. А5-ті табайық, 4 көбейтемін 5, плюс 2, 4 5-ім 20, 20-ға 2 қоссам 22 шығады. Сонда бізде жауабы шықты. Біріншісінікі сан тізбегі менде 6, одан кейін 10, одан кейін 14, одан кейін 18, одан кейін 22 деген міне біз алғашқы 5 мүшесін таптық. Келесі екіншісін шығарып көрейік. Екіншісі бізде 7-ге бөлгенде қалдығы 1 қалады дейді. Яғни мен формуланы қалай қоям? AN тең болады 7-ге бөлгенде дегенде мен керісінше көбейтем, 7n деп жазам. 7n болған кезде қалдығы 1 қалады дейді, плюс 1 деп жазам. Енді осыдан мен A1, A2-лерді табам. Тағы да A1 дейтін болсам, 7-ге 1-ді көбейтемін, оған 1-ді қосамын, ол менде 8-ге тең болады. A2, 7-ні 2-ге көбейтемін, 1-ді қосамын, ол менде 15-ге тең болады. A3, 7-ге көбейтемін 3-ті, плюс 1 демін, мынау менде 21, 22 болады. А4, 7 көбейтемін 4, плюс 1, мынау менде 28, 29 болады 1 қосқанда. Және А5, 7-ні көбейтемін 5-ге, плюс 1 демін. Бұл менде 35, 1 қосқанда 36 шықты. Міне сонда менде жауабы алғашқы 5 мүшесі менде 8, онан кейін 15, 22, 29 және 36 деген сандар шықты. Келесі үшіншісін табайық. Үшіншісінде 5-ке бөлгенде қалдығы 3 болады дейді. Яғни біздің формуламыз AN тең болады 5-ке бөлгенде, яғни 5n деймін, қалдығы менде 3 дейді, плюс 3 деп жазып аламын. Енді мен A1-ді табатын болсам, 5 көбейтемін n-нің орнына 1-ді қоямын, плюс 3, сонда менде 8 шығады. А2 менде 5, көбейтемін 2, плюс 3, бұл менде 13 шығады. А3, бұл менде 5, көбейтемін 3, плюс 3, ол менде, 15-ке 3-ті қоссам, 18 шығады. А4, 5 көбейтемін 4, плюс 3, бұл 20, 23 шығады. А5, 5 көбейтемін 5, плюс 3, ол менде 25 плюс 3, 28 болады. Сонда менде жауабы сандар тізбегі шыққаны 8, 13, 18, 23 және 28 деген сандар шықты. Келесі соңғы төртінші есеп шығарып көрейік. Бұл жерде 9-ға бөлгенде қалдығы 8 болады дедік. Яғни AN тең болады 9n дейміз, қалдығы менде 8 болады деді. А1-ді табатын болсам 9 көбейтемін 1, плюс 8 деймін, бұл жерде менде 17 болады. А2 9 көбейтемін 2, плюс 8 деймін. Мынау менде 18, 18-ге 8 қоссам,
26 шығу керек, иә. А3 дейміз, 9-ды көбейтемін 3-ке плюс 8 деймін. 9 3-ім менің 27. 27-ге 8-ді қоссам 35 болу керек, иә. А4-ім 9 көбейтемін 4 плюс 8, мынау менде 36. 36-ға 8 қосқанда 44 болу керек, иә. Так, А5 9 көбейтемін 5 плюс 8. 9 5-ім дегенім 45. 9 5-ім 45 қоя, дұрыс 45. 45-ге 8-ді қосқанда ол болу керек бізде 53 шығу керек, иә. Так, достар, на всякий случай калькулятормен тексеріп алуларыңызды сұраймын. Мен қазір ойша шығарып отырмын бәрін. Так, 17, 26, 35, 44, 53 деген жауап шықты.